Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 112-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Бала тоқтар, қарсы мәнді сын есімдер. Оқыған мәтінге қатысты қосымша ақпаратты дереккөздерден табамын. Қарсы мәнді сын есімдерді білемін. 38-ші жаттығу мәтінді оқы. Тоқтар әкесінен мүлде ерте айырылды. Содан бірер жыл Теміртаудағы жездесі Нығметтің үйінде тұрған соң, шешесі Кәмила қала тіршілігіне көндікпей ауылға қайта көшкен. Тоқтар орталау мектепті сол Қарқаралының трактор жөндеу станциясында бітіріп, әрі қарай оқуын жалғастыру үшін тағы да әпке жездесінің қолына барды. Кешкі мектепте оқи жүріп, күндіз жүкші болып жұмыс істеді. Келер жылы зауытқа тоқырлық жұмысқа ауысты. Бала Тоқтардың аты елге таныла бастады. 18-ге толмай жатып суреті құрмет тақтасына ілінді. Кешкі мектепте оқуында жалғастыра берді. Аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама алды. Алғаш әуеге көтеріліп ұшуға жаттығып жүрген кезінде кәмелеттік аттестат алуға емтихан тапсырды. Тоқтар 1965 жылы Қарағанды облыстық комсомол комитетінің жолдамасымен Арвамердегі ұшқыштар даярлайтын жоғары әскери училищеге оқуға түсті. 1976 жылы Микоян атындағы авиақұрастырушылар бюросына қабылданғанда өзінің өлімге бас тіккенін сезінбей қойған жоқ. Тоқтар бәрін де ой елегінен өткізді. Өзіне дейін қазақта бірде-бір сынаушы ұшқыш болмағанын ол жақсы білетін. Бәлкім маңдайына жазғаны осы шығар. Ана тілінде тілдесетін пенде таба алмай, ыңылдап ән салатын, жүрегі шымырлайтын кездерде болатын. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Тоқтар неліктен ауылға оралды? Себебі оның анасына қалада өмір сүру қиынға соқты. Тоқтар сабақты қалай оқыды? Сабақты жақсы оқыды. Үздіктер тақтасында үнемі суреті тұратын. Теміртауда кімнің үйінде тұрды? Жездесі Нығметтің үйінде тұрды. Не үшін Тоқтарға аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама берілді? Сабағын жақсы оқып, үздіктер қатарында болғаны үшін. Тоқтарға 1965 жылы Арвамердегі ұшқыштар даярлайтын оқу орнына кім жолдама берді? Қарағанды облыстық комсомол комитеті берді. Мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Аэроклуб авиация спорт саласында жұмыс істейтін ұйым. Тоқтар Аубәкіров туралы мәтінде айтылмаған ақпаратты қосымша дереккөздерден біліп ал. Тоқтар Аубәкіров туралы қызықты деректер. Тоқтар Аубәкіров қаз дауысты Қазбек бидің тікелей ұрпағы. Оның әкесі Оңғарбай мен анасы Кәмила өмірде ұста болған. Тоқтар Аубәкіров әлемнің 256-шы, КСРО-ның 72-ші, Қазақстанның 1-ші ғарышкері. Бүгін, яғни 27 шілде, Тоқтар Аубәкіров пен қазақтың 3-ші ғарышкері Айдын Айымбетов туған күн. Қазақтың маңдайына біткен қос ғарышкері бір күнде дүниеге келген. Тоқтар Аубәкіров ғарышқа 2-ші рет ұшуды армандайды. 39-ші жаттығу мақал-мәтелдің қатесін түзеп жаз. Үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар. Жаман болсан азарсың, жақсы болсан озарсың. Жақсы бала ойлағыш, жаман бала ойнағыш. Сын есімдер жақсы, жаман, үлкен, кіші. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы. Мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді қарсы мәнді сын есімдер дейміз. Қалың жұқа, ірі ұсақ, ақ қара, кең тар, биік аласа, арзан қымбат, арық семіз, жуан жіңішке деген мысалдар келтірсек болады. 40-ші жаттығу өлеңді оқып жатқа жаз. Қарсы мәнді сын есімдердің астын сыз. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Сын есімдер жақсы және жаман. 41-ші жаттығу берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құра. Мейірімді, инабатты, жуас сөздер берілген. Ажар өте мейірімді болып өсіп келеді. Қазақ қыздары жастайынан инабатты, тәрбиелі болады. Саматтың жақсы көретін құлыншағы өте жуас еді. 42-ші жаттығу берілген сөздердің сын есім екенін дәлелдеп, оларға қарсы мәнді сын есімдерді тап. Ірі, жұқа, құрғақ сөздері берілген. Ірі, жұқа, құрғақ сөздері сын есімдер өйткені заттың көлемін, сынын, сапасын білдіріп, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Ірі, ұсақ, жұқа, қалың, құрғақ, дымқыл.
43-ші жаттығу. Мағынасы жуық сын есімдерді бір бөлек, қарсы мәнді сын есімдерді бір бөлек топтастыр. Неліктен солай топтастырғанды дәлелде. Ізетті, кең, аласа, қарт, момын, лай, биік, сұлу, жуас, тұнық, ауыр, кәрі, ибалы, жеңіл, тар, көрікті сөздері берілген. Мағынасы жуық сөздер: момын, жуас, қарт, кәрі, көрікті, сұлу, ізетті, ибалы. Мағынасы қарама-қарсы сөздер: кең, тар, биік, аласа, лай, тұнық, жеңіл, ауыр. Бірінші бағанда мағыналары жуық сөздер, екінші бағанда мағыналары қарама-қарсы сөздер орналасқан. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.